негізі күйеуім қайтадан теңізге жүреді. Осылай аптасына бір күн келіп кетеді. Киімдерін жуғызуға, өзі жуынып, продуктілерін алуға келеді. Сөйтіп моншадан келгеннен кейін етімді салып қойдым да қамыр илейін дедім. Үйдің нанын, пирожкиін, бауырсағын пісіріп берейін дедім да қамыр иледім. Жай ғана май қостым, басқа еш нәрсе қосқан жоқпын. Осылай шуылдатып үлгеруге тырыстым. Жақсы көңіл күймен үйден шықса екен, өткен теңізде жүру оңай емес. Неше түрлі жағдайды осы жаққа келіп естідім. Теңіздің үстінде жүріп табылмай қалған, суға кеткен ондай жағдайлардың барлығын естідім. Содан кейін қорқамын, ашумен кетсе тағы да бір нәрсеге ұрынып қалар дедім. Сонымен осылай етімнің қамырын да дайындап қояйын, бастырып қояйын дедім да дайындап қойдым. Картошка жуасын барлығын дайындап қойдым да етім пісіп тамағым дайын болам дегенше осылай кірлерді жуып қояйын дедім. Қолмен жудым, 5-6 кірге бола машина қосқым келмеді, тем более ол пол автомат. Оған примерно 20 литр су кетеді, оның барлығын жылыту керек, оны төгетінде мен сосын қойшы дедім, одан қолым аман болсын, қолмен жуып тастайын дедім да барлығын осылай ысқылап, жақсылап жуып бердім. Үйден тап-таза, балықтың иісі шықпай әп-әдемі болып шықсын дедім. Солай кірлерін шайып, ленор қосып жуып бердім. Өйткені жақсы иісі шықсын, балықтың иісі шықпасын деп барлығын шайып, осылай жуып бердім. Бүгін аман есен шығарып салсам, ертең целый день демалам деп ойлап жүрсем, сөйтсем папа ертең өзінің шалдарын шақырып қойыпты. Сөйтіп айына бір күн шақырамыз, шалдарды ет асып, балық асып береміз. Өздерінше отырып карта ойнап сөйтіп демалып қайтады. Кірді жуып болғаннан кейін осыған сығып алдым, өйткені 2-ге дейін кеппей қалып үлгермей қалармын деп. Сонымен осылай сығып атқан кезде кірдің суын төгіп тастадым, өйткені мама сөйлейді, кірдің суын қойма, иісі қатты шығады деп. Сонымен оны да төгіп тастадым. Қолмен жуғаның жақсы жері осы да, қай жері кір, қай жерінде не бар, соның барлығын ысқылап жуасында машинаға мен онша сене бермеймін. Сонымен 2 шелекте су шықты, соны төгіп тастадым. Ал кір машинамен жусаң деген 10 шақты шелек су шығады, оның барлығын төгетінде мен төгетін жерде тем более алыс. Сөйтіп кірді жуып болғаннан кейін үйге кіріп нанымды салып қойдым. Қалған қамырды алып қойдым. Тамақ беріп болғаннан кейін пирожки пісіріп тастарым дедім да тамағым да пісіп тұр екен. Сонымен еттің қамырын шайып, осылай шуылдатып шайып тастадым. Өйткені үйдегілердің көбісі жайма жемейді. Кеспенде, лапшаны дәл солай қолдан шайып, қолдан кесемін. Біздің үйде как положено 12-де обед болу керек. Біздің үйдің баласы да, атасы да шыдамайды. Тамақтарың дайын болды ма деп қайта сұрайды. Сонымен 12-ге дайын қыламыз. Әр үйде заң басқа ғой. Кешегі видеода сен неге әктейсің, сен неге жүн тұтасың деп жатыр, еркек неге істемейді деп. Әр үйде заң басқа, біздің үйде заң осылай, әйел істейді. Сонымен тамағымда дайын, күйеуімді баламды шақырып жеп алдық. Екеуден тамақ жеген ыңғайсыз екен, көпке үйренгенбіз. Мамам ораза, папам қонақасыға кетті, сонымен ыңғайсызданып бетімізге қарап отырып жедік. Негізі мен түскен жылы үйде 11 адам болған, сол көпке үйренгенбіз. 4 адам болғанда да ыңғайсыздандық, жаймен үйренісіп келе жатырмыз. Менің күйеуімнің мінезі өте қатал. Көп сөйлегенді, көп ырық-шырықты ұнатпайды. Мына жерде қарасаңыздар, Ахметжан телефонға бір қарайды, папасына бір қарайды, беріп қалама деп жағымпазданып отыр, папа деп. Сонымен мен алдап солап бере тұршы, мен де бермеймін, сен де бермейсің, арасында бір келгеніңде берсейші деп әйтеуір алып бердім. Қазіргі балалар бірақ телефонды шашады ғой, кодын ашып берсең болды, қалған жеріне өзім кірем деп тұр ғой. Сонымен кіріп өзі көрді, тамағын ішкен жоқ. Екеуміз тамағымызды жеп, сорпамызды ішіп алғаннан кейін мен бірден осы бауырсаққа кірістім. Өйткені үлгермей қалармын, ыстық күйінде алып кетсін деп шуылдатып тез пісірдім. Өзім де жеп жүрмін, жаңа жеген етім қайда кеткенін білмеймін. Осымен барлығын дайындап қойдым. Жаңағы еттен, бауырсақтан, пирожкиден салып берем. Қалған продуктыны өздері алады.